Бүгін сіздерге әлемдегі ең үрейлі бейнелерді көрсетемін. Көрген соң бұл сәттерді ұзақ уақыт ұмыта алмайсыз-ау. Егер көруге дайын болсаңыз, ендеше кеттік. Жақында Грег есімді танымал елес аулаушы интернетті дүр сілкіндірген видеосын жариялады. Көреміз. Кадрда үй иесінің қобалжып, қонақ бөлмеге қарап тұрғаны көрінеді. Әлгі бір қараңғы бейне қабырғаның артынан сығалап тұрғандай болып кейін ғайып болады. Осыдан кейін үй иесі қараңғы жертөлеге түсуге бел байлайды. Үйді толық тексерген соң, ол не бұзылған затты, не аяқтың табанының ізін, не бөгде біреудің барын білдіретін ешқандай белгі таппады. Бірақ онда не болды? Шынымен бір тылсым нәрсе ме? Бұл шынында да тылсым дүние емес, тек жарықтың шағылысу мен адамның қиялының ойы ғана болуы мүмкін. Жақында әлеуметтік желілерде қайтадан танымал бола бастаған видео пайда болды. Онда куәгерлердің айтуынша, әйел бейнесіндегі тылсым жаратылыс видеоға түсіп қалған. Оқиға ақштағы Огайо штатында болған. Бір отбасы түн ортасында сырттан шыққан оғаш дыбыстан оянып кетті. Не болып жатқанын тексермек болып, олар терезеден сыртқа қарады да, қорқыныштан тілдері байланып қалды. I guess she's gone. Who are you? Please let me in. Huh? Please help me. What? What's wrong with you? It did this to me. Did what? It took my daughter. Parker? Please let me inside. Parker! Бейтаныс жүзді қорқынышты әйел көмек сұрап, үйге кіргізуді жалбарынған. Бірақ кенеттен оның есі шығып, ол терезеге басын соға бастайды. Бұл қандай жеркенішті әйел, оған не керек? Осындай сұрақтар көпшілікті мазалаған болар еді. Егер білмесең, бұл Life of Luchari атты YouTube арнасының командасының шебер жұмысы екен. Олар бұрыннан осындай контентімен белгілі. Бұл видео авторының айтуынша Ресейдегі бір музейде орнатылған бақылау камерасымен түсірілген.
Қараңыз, біреу жүр ананың ішінде. Призрак. Көрдіңіз бе Асхат аға? Призрак. Иә, көрдіңіз бе? Призрак жүр. Kraan jabық тұр. Кран жабық тұр, иә. Мен жауап кеттім ғой. Сіз шынап ход жасап жауап келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа. Көрінгенде сіздің есіңіз шығады деді. Камера кешкі 7:26-да залда пайда болған. Елестің анық сұлбасын түсіріп алған. Ол еш жерден шықпағандай кенеттен пайда болып, зал ішінде баяу қалықтап жүргендей көрінеді. Қараңыз, біреу жүр ананың ішінде. Призрак. Көрдіңіз бе Асхат аға? Призрак. Пікірлерде әдеттегідей әртүрлі ойлар туындайды. Біреулер бұл шынайы елестесе, енді біреулер мұны жарықтың шағылысуымен немесе камераның техникалық ақауы деп санайды. Кадрларда балақай әжесінің үйінде еденде жайбарақат отырып, телефон ойнап отырғанын көрінеді. Бұл кезде әжесі өзін жайсыз сезінгендіктен төсекте жатқан. Бәрі қалыпты болып көрінгенімен, кенеттен мынандай жағдай орын алды. Кейін анасы баладан не болғанын сұрағанда, ол әжесінің бөлмеде 3 әйелді көргенін айтқанын жеткізді. Бала оған сенбеген, ал бірнеше минуттан кейін оны біреу аяғынан тартып қалған. Көрінбейтін рухтар ма? Полтергейстің қулығы ма? Әлде бала бәрін алдады ма? Егер солай болса, мен оның орнында бұлай ойнамайтын едім. Әйтпесе әжесінің жүрегі шыдамай қалуы мүмкін. Бір жігіт пен қыз Ouija тақтасымен ойнауға бел буды. Ең жақсы ой емес. Әуелде бәрі тыныш көрінді. Ешқандай аномалия болған жоқ. Бірақ сіз ойлағандай бұл тек уақыт мәселесі еді. Міне бірнеше минут өткен соң бәрі басталып кетті. Қыз кенеттен ағаш көрсеткіштің өздігінен қозғалғанын байқады. Ол дереу қорқып кетеді. Орнынан атып тұрып жарықты қосады. Сол сәтте ешкім күтпеген жағдай орын алды. Жігіттің қылығы өзгере бастайды. Бір нәрсе оны билеп алғандай. Ақыры соңында қыз көмекке жүгіріп кетеді. Ал жігіт есінен танып қалғанға ұқсайды. Шынымен олар зұлым рухты шақырып, ол жігіттің санасын иеленді ме, әлде жігіт нағыз пранкер болып, қыз үшін спектакль қойды ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Түнгі кезекшілік кезеңінде екі күзетші жиі оғаш айқай естейтін. Бір ескі ғимаратты тексеруге бел буды. Әйел күзетші ішке кірді.
Ол оның әріптесі жалқаулау болып сыртта бақылап қалды. Көп замай ол расымен үрейлі бір нәрсені видеоға түсіріп алды. Desde que llegué a la casa le dije a Gabriela que había alguien ahí. Chucho se fue a asomar, no. Y se ve bien puto raro, miren. Tiene una pinche jeta. Tiene los ojos brillosos. ¿Qué pasó? ¿Sí estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Y no grabaste nada? Ahorita te enseño el video para que veas. Sobres. Cuidado. Терезеде қызыл түсті, оттай жанған көздері бар бір бейне пайда болды. Қып-қызыл беті ер адамды қатты қорқытты. Алайда оның әріптесі ішінде ешкім болмағанына сендірді. Демек, не олар бір-бірін байқамай өте шыққан, не ол жерде шынымен бір тылсым нәрсе бар. Сондықтан ол қаңыраған ғимаратқа жоламаған дұрыс. 2015 жылдың шілдесінде жас ютубер Денис Пиолон өз үйінде түсініксіз бір нәрсені видеоға түсіріп алды. Бәрі әдеттегідей басталған, бірақ кенеттен жағдай бақылаудан шығып кеткен. Көптеген адамдар мұны полтергейсттің нақты дәлелі деп санайды. Ендеше көрейік. Je vais appeler maman. Olivier? Oli? Olivier? Oli? Ça a bougé. Maman. Maman. Кадрда заттардың өздігінен қозғала бастағаны анық көрінеді. Шкафтың есіктері сықырлап ашылып, заттар орнынан жылжиды, ал көзге көрінбейтін күштің бары сезіледі. Maman. Oli. Видео жарияланғаннан кейін көрермендер арасында әртүрлі пікірлер туындады. Біреулер мұны шындық екеніне сенімді. Себебі олар Денистің шынайы қорқынышын дәлел ретінде келтірді. Басқалар болса бүкіл жерде жіптер тартылып тұрған. Біреу оларды қозғап бәрін құлатқан деп есептейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірге жаза кетіңіз. Заикой.